Мен өзім Түркістан қаласынан болам. Есімім Алиасқар. Менің көкем бар. Мал шаруашылығымен айналысады. Өзіміз соямыз, өзіміз сатамыз, етті малмен өзіміз айналысамыз. Бірақ осы қазір 2,5-2 жыл болды қазір бастап жүргенімізге. Бірақ банкротқа көп шығындалып жатыр. Қазір артымызда бір 30-40 миллиондай банкрот бар. 30-40 миллион. Отбасында қанша адам бар? Отбасымда бәрін қосқанда бір 9 адам ғой. Қараңыздар, 9 адам күн көрісінен айырылады. 9 адам жаңа 40 миллион мойынға мінгеннен кейін депрессия бола ма? Семьяда ұрыс керіс бола ма? Депрессияның ар жағында ауру болуы мүмкін. Солай ғой. Ал егер құтылса, жаңағыны жақсы осы білімді игеріп, соны қолданып, егер құтылса, ол Алиасқар үшін үлкен бақыт, отбасыңды сондай тығырықтан, сондай батпақтан құтқару, ата-анаңды құтқару, ағайынды құтқару, одан артық бақыт жоқ шығар өмірде. Солай ма? Себебі өте үлкен. Адамды орнынан қозғайтын күш 100% адам жалқау. Жалқаулық деген адамның өмірін сақтайтын функция. Жалқаулық деген ол әшейін лен, жалқаулық, лизи, оны жазып қойған бір адамдардың сөзі ғой. Негізгі жалқаулық деген не дегенде? Ол адамның миы адамды қимылдатқысы келмейді. Адам екі түрлі еңбек жасайды. Ой еңбегі, мимен істейтін, екіншісі дене еңбегі. Екеуін де істеу адамға тиімсіз. Миллиондаған жыл бойы келе жатқанда. Неге десеңіз, адамға емес кез келген жан-жануарға тіршілік иесіне тиімсіз. Өйткені адамның күш қуаты кетеді. Ойланған кезде де күш қуатын кетеді. Ой азабы дейді, адам арып кетеді. Қимылдағанда да күш қуатын кетеді. Былайша айтқанда, ғылым тілімен айтқанда глюкоза. Онан кейін күш қуатын кеткеннен кейін саған тамақ керек. Сондықтан жалқаулық деген бәле осы, ол біздің миымыз, біздің жанымызды сақтап қалу үшін бізді ойландырмайды, қимылдатпайды. Ал ойландыратын, қимылдататын нәрсе не? Жаңағыға жеңіп, сенің миың бейсанаң сыбырлап тұрады, жата тұр, ертең істейсің, түстен кейін істейсің, бұдан ештеңе шықпайды, сен ойланба, қимылдама, ойланба, қимылдама деп сыбырлап тұр. Оны соған ерегесіп, ойланатын, қимылдату үшін адамды орнынан қозғайтын екі күш бар. Бірінші күш енді боль, екінші күш удовольствие. Осы екі күшті қолдана алған адам жалқаулықты жеңе алады. Шынайы қолдана алған адам. Осында келгенде себебін жазасыңдар. Егер осында келген кезде бір айым босқа өтіп, ешқандай білім алмасам, қорқыныш қандай, соны жазу керек. Жаңа Алиасқар жазады. Егер қазір мен осы білімді алып алмасам, семьям 40 миллион, ол 50-60 миллионға жетеді, банкрот болады, банк біздің үйімізді тартып алады, бүкіл дүниемізді тартып алады, қаңғырып далада қаламыз. Үлкен қорқыныш қой. Соны ойлаған кезде айтады, егер жата беретін болсам, егер мына білімді игермесем, мына бәле келеді. Қой қимылда дейді, сол кезде сен миыңның жата тұр, ойланба, қимылдама деген миыңа қарсы шығып, қимылдай аласың. Түсінікті ме? Түсінікті да? Екіншісі удовольствие, рахат. Бұл тек қана қорқыныш болатын болса, адам ауру болып кетеді. Кортизол көбірек бөлінеді, қорқыныш. Где-то әр адамға әртүрлі әсер етеді. Біреуді қорқытып, ұрсумен, біреуді алдаумен, да? Міне жақсы болады деп алдаумен нету керек. Мен ойлаймын, где-то мына 20-30% мынаны 70-80% мына рахат қолдану керек. Бірақ екеуінде қолдану керек. Кейде мынау көмектеспесе, мынаны көмектесіңдер. Негізгі біріншісі мынаны қолдану керек. Енді Алиасқар жатар кезде көз алдына елестетеді. Мен осыны айттым, бүгіннен ертеңнен бастап үйренем, айтам, былай жасау керек екен, есебін былай жасау керек екен. Міне қарыздан құтыла бастадық, қарыздан құтылдық. Сол кезде айтады, ой Алиасқар, мамаңның қуанғанын, әкеңнің қуанғанын, ана қарызды жапқандарың, кәсібіңнің дамығанын көз алдың елестетесің. Соны айтасың, егер мен қазір ерінбей, жалықпай 16-17 сағат жұмыс істейтін болсам, бүкіл отбасымды жаңа қарыздан алып шығам. Қандай бақыт, сол үшін еңбектенуге тұра ма? Сол үшін 5-те тұруға тұра ма? Сол үшін тамақ ішесіп, қайтадан компьютерге отырып, жаңа жұмыс істеуге тұра ма? Әрине тұрады, жалқаулықты жеңуге тұрады. Жалқаулықты жеңу үшін алапат күш керек. Жеңетін мына екі күш. Мына екі күш. Сондықтан қазір әр қайсыларың тура үнемі бір ай бойы санаңда жүретіндей. Үйрене алмасам, кәсібімді бастап кете алмасам, менің өмірім қалай болады? Егер кәсіп бастап кетіп, бүкіл үйреніп алып, ана YouTube'дан көріп жүрсіңдер ғой, біздің қаншама табыс тауып жатқандар көріп жүрсіңдер ғой, да? Тура соны қатарына қосылсам менің өмірім қалай болады? Көбінесе прям көз алдың елестету керек жазып отырған кезде. Мынаны жазған кезде прям
жүрегің қорқыныш ұялап көзіңнен жас шығып кететіндей. Да? Қазір Әлиасқар көз алдына елестетсе, жаңа 40 миллион, 60-70 миллион болды, банк келді, бәрін арестовать етті, сотқа апарды, малын түгел тартып алды, отбасы далада жүрген елестеткен кезде, енді есі дұрыс адам болса, қорқыныш ұялайды, көзінен жас шығатындай қорқыныш ұялайды. Ал енді ананың бәрін шешіп, соныған мұрындық болған, көмектесіп берген Әлиасқар екен болған кезде, кез келген адамның жүрегінде кереметтей нетеді, да? Қуаныш пайда болады. Осыны істеуім керек, осының тетігі осы жерде тұр екен деп. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.